Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бүгін өте жұмсақ болып шығатын панкейктердің рецептісімен бөліскім келіп отыр. Бір дайындағаннан мінсіз болып шығады, ендеше видеоны соңына дейін көріңіздер. Видеоны қарамас бұрын менің инстаграм парақшама тіркеліп қойыңыздар. Керек ингредиенттердің барлығын дайындап қойдық, ал ендеше бастайық. Бір жұмыртқамыздың үстіне қантымызды салып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Оның үстіне жылы сүтімізді құямыз. Сүтіміз міндетті түрде жылы болуы керек. Бір шай қасық разрыхителімізді ұнымыздың үстіне салып, құрғақ ингредиенттерді қосамыз. Ұнның барлығын бірден қоспаңыздар, 2-ге 3-ке бөліп қосып, жақсылап араластырамыз. Ешқандай комок болмауы керек. Ең соңында еріген сармайымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Бізде біркелкі осындай әдемі масса шығады. Енді панкейктарымызды пісіреміз. Ол үшін бізге құрғақ таба қажет болады. Ешқандай да май құймаймыз. Осылай ыссы құрғақ табаның үстіне бір ас қасықтан салып пісіреміз. Қамырымызды құйғаннан кейін 1 минут өткен соң байқасаңыздар, панкейктің бетінде осындай көпіршіктер, тесіктер пайда болады. Ол панкейктің астының піскені дегенді білдіреді. Сол кезде ғана екінші бетін аударып, екінші жағында қызартып пісіріп аламыз. Мінекей, екінші жағы да қызарды. Осылай барлық қалған панкейктарды пісіріп аламыз. Осымен менің өте жұмсақ панкейктерім дайын достар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, таңғы асқа пісіріп көріңіздер. Бір жасағаннан мінсіз шығады. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.